Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздерге осындай жып-жұмсақ 30 минутта дайын болатын, ең басты құпиясы дрожсыз дайындалатын булочканың құпиясымен бөлісемін. Ол үшін менімен бірге болыңыздар. Құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқамызды шағамыз. 3 ас қасық секерімізді саламыз. Секеріміз ерігенше араластырамыз венчиктің көмегімен. Бөлме температурасындағы сармайымызды қосамыз. Біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді осының үстіне 200 мг сливки немесе қаймақты құйып араластырамыз. Қаймақ немесе сливки екеуінің біреуін пайдалануға болады. Осының үстіне 2 шай қасық қопсытқышымызды салып араластырамыз. Осы кезде байқасаңыздар реакция жүреді. Көпіршіп. Енді осының үстінен ситодан өткізіп ұнымызды саламыз. Қажетті мөлшерінің барлығын описание бөліміне толық жазып қалдырамын. Әрі қарай қолымызбен илейтін боламыз қамырымызды. Өте жұмсақ әрі нәзік қамыр дайын болу керек. Көрсетілген мөлшерден ұнды көп қосып жіберуге болмайды, осыны ескеріңіздер. Әйтпесе қатты болып шығып қалуы мүмкін. Міне қамырымыз дайын, қолымызға сұйық құттай жағып алып, енді булочканың формасын келтіретін боламыз. Жұмсақ өте нәзік қамыр дөңгелек пішінге дәл видеодағыдай етіп келтірсеңіздер болады. Әрине, егер сіз басқа көлемде, басқа пішінде пісіргілеріңіз келсе, ол өз еркіңіз. Мен осындай дөңгелек етіп алдым. Пергамент төсілген табамызға орналастырамыз. Қалған бөліктерінде дәл осындай етіп, дөңгелек пішінде етіп жасап шығамыз. Булочкаларымыз дайын болып қалды. Енді осының үстін жұмыртқаның сары уызымен жағып шығамыз. Барлығын видеода көріп тұрғандарыңыздай. Содан кейін үстіне қуырылған күнжетті себеміз. Күнжетті алдын ала қуырып алсаңыздар, піскен кезде булочкаға өте ерекше бір дәм береді, керемет. Сондықтан жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. 20 минутқа духовкамызға жібереміз. Мінекей біздің булочкаларымыз пісті. 20 минуттың ішінде дәмі өте ерекше, жұмсақ әрі тез дайын болады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Замира.